Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге аштығымен дайындалатын бауырсақ пен жеті-шелпектің рецептісімен бөлісетін боламын. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен апарын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 1 стакан жылы суға 1 шай қасық аштығымызды салып, 3 ас қасық шекерімізді салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа қалдырып қоямыз. Апарымыз осылай көтеріле бастаған кезде үстіне 1 стакан жылы сүт және де 70 грамм ерітілген сары майымызды қосамыз. 2 дана жұмыртқамызды саламыз. Және де 1 шай қасық тұз саламыз. 50 граммдай майонез салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосатын боламыз. 2-3 бөлікке бөліп, жаймеңдеп, жұмсақ етіп илейтін боламыз. Мен 1200-1300 граммдай ұн қостым. Қамырымызды илеп болғаннан соң, соңынан кішкене сұйық май жағып, қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 2-3 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. 3 сағаттай уақыт өтті, қамырым осылай көтерілді. Енді осыны 2 бөлікке бөлетін боламын. Бірін жеті-шелпекке, екіншісін бауырсаққа. Мен бауырсағымның формасын дөңгелек қыламын. Ол үшін мен құрттың шелегін пайдаланамын. Себебі стакан, бокалдардікі өте жуан, жүзі, сондықтан да осы шелектің жүзімен осылай кесіп аламын. Табамызға майымызды құйып, майымыз қатты қызған кезде бауырсақтарымызды осылай салып пісіріп аламыз. Екі жағынан да басында кішкене қатты қызаруы мүмкін. Одан соң отымызды орташа отқа қойып, бауырсақтарымызды асықпай пісіріп аламыз. Екінші қамырымызды алып, 7 бөлікке бөліп, жеті-шелпекке арнап жайып аламыз. Шелпегімізді де қызып тұрған майға салып, екі жағынан пісіріп аламыз. Ал достар, менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналымды көбісі тіркелмей көреді екен. Тіркеліп кетсеңіз, мен үшін үлкен қуаныш болар еді. Ал ендеше менің бауырсағым мен жеті-шелпегім дайын. Бізге ас болсын. Көргендеріңіз үшін үлкен рахмет.